Сәлеметсіңдер ме оқушылары, қазақ тіл сабағы 2 сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Бүгінгі 7 сабағымыздың тақырыбы У әріпінің жазылуы. Бүгінгі сабақта біз У әріпі бар сөздерді сауатты жазуға үйренетін боламыз. Мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтарды құрастыруды, сонымен қатар оларға жауап беруді үйренеміз. 25-ші жаттығуда әңгіме берілген, әңгімені түсініп оқиық. Рауан Абайдың білімдіден шыққан сөз деп басталатын өлеңін оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез, нұрын, сырын білуге көкірегінде болсын көз. Өлең шумағының бірінші, екінші тармақтары түсінікті. Нұрын, сырын деген сөздердің беретін мағынасын да шамалаймын. Ал соңғы тармақтағы көкірегінде болсын көз түсініксіз. Көз, кәдімгі екі көз, онымен көреміз. Ал көкіректегі көз қайдан келген? Авторы Толымбек Әбдірайым. Әңгіме мазмұны бойынша сұрақтарды толықтырып, жауап беріп көрім. Бірінші сұрағымыз кім өлең оқып отыр? Рауан өлең оқып отыр. Ал екінші сұрақта шумақтың қай тармақтары түсінікті дейді. Шумақтың бірінші және екінші тармақтары түсінікті. Үшінші сұрақты өзіміз құрастыруымыз керек. Қай тармақтары түсініксіз? Шумақтың соңғы тармақтары түсініксіз. Ал төртінші сұраққа өлеңнің авторы кім деген сұрақты құрастырсақ болады. Өлеңнің авторы Абай Құнанбаев. Көкірегінде болсын көз дегенді сен қалай түсінесің? Көкірегінде болсын көз деген ол білімді, сауатты, ақылды, көзі ашық деген мағынаны береді. Мәтіннен У дыбысы бар сөздерді тап, сол сөздерге төмендегі үлгі бойынша талдау жаса. Мәтінде У дыбысы бар сөздер олар рауан, білуге және шумағының деген сөздер. Дәл осы сөздерге біз үлгідегідей талдау жасайтын боламыз. Рауан. Рауан деген сөздегі У дыбысы бұл дауыссыз У дыбысы. Өйткені ол дауыстыдан соң тұр. Дауысты дыбыс А дыбысы болғаннан кейін У дыбысы дауыссыз дыбыс болып тұр. Келесі білуге деген сөзде У дыбысы дауысты У дыбысы. Өйткені ол дауыссыз Л дыбысынан кейін тұр. Шумағының деген сөзде бұл дауысты У дыбысы. Себебі дауыссыз Ш дыбысынан кейін У дыбысы келген соң ол дауысты дыбыс болып саналады. Келесі 26-шы жаттығуда өлең берілген. Өлеңді көшіріп жаз, қарамен жазылған сөздердің астын сыз. Сиса көйлек үстінде тоқу менен табылған, сауысқанның тамағы шоқу менен табылған, өнер білім бәрі де оқу менен табылған. Жауаптардың сұрақтарын тауып айт. Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Бұл жауапқа біздің сұрағымыз өлеңнің авторы кім? Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Өлеңде не туралы айтылған? Өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер, білім оқумен табылатыны туралы айтылған. Өлеңдегі оқу, тоқу, шоқу сөздерін оқы, тоқы, шоқы сөздерімен салыстыр. Қандай өзгеріс байқадың? Әрине, оқушылар, біз өткен сабақта өттік, оны біз міндетті түрде есімізде сақтап алуымыз керек. Дыбыстарына аяқталған сөздерге У дыбысы қосылса, дыбыстары түсіп қалады. Мысалы, оқы, оқу, торы, тору, тоқы, тоқу, шоқы, шоқу деген сөздерге өзгереді. 27-ші жаттығу сөздерге У әріпін қосып оқы және сол сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз. Су, бу, қу, жау, сау деген сөздер берілген. Оған У әріптерін қосатын болсақ, су, бу, қу, жау,
сау деген сөздер шығады. Ал енді бұларға сөйлемдер құрастыратын боламыз. Бірінші, ыстық тамақ тезірек суы үшін терезенің алдына қою керек. Екінші, буу деген сөзге далада тұрған қаптардың аузын буу керек. Үшінші, қуу деген сөзге қазақ ұлттық ойындарының бірі қыз қуу деп аталады. Төртінші, жауу деген сөзге күзде жаңбыр жаууы жиілейді. Келесі, сау деген сөз қалды. Бұған біз ажар бүгін сиыр сау керек деген сөйлемдер құрап жаздық. Келесі 28-ші жаттығуда мақал жасырынған, соны сызық бағытымен екі әріп тастай отырып, мақалды құрастыратын боламыз, және оны дәптерге жазамыз. Құрастырған мақалыңның қандай мағына беретіні туралы өз ойыңды парталасымен бөліс. Бізде оқусыз білім жоқ деген мақал шықты. Оның мағынасы білімді болу үшін оқу керек. Егер оқымасаң, ізденбесең, білімді бола алмайсың. Сол себепті оқу және оқу керек. Ал енді оқушылар, бүгінге осымен сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.